Сәлем достар, привет, друзья, мәрхаба arkadaşlar. Каналыма қош келдіңіздер. Мен Айнұр. Бүгін мен сіздермен емдік креммен бөлісемін. Бұл крем экземада, псориоз және өте құрғақ теріге көмектеседі. Қыста біздің теріміз ылғалдандыруды қажет етеді. Сол себептен бұл ылғалдандырушы керемет крем әрбір сөмкеде болуы керек. Бұл ғажайып крем сіздің сүйікті креміңізге айналады. Көптеген адамдар қыста қолдарында, аяқтарында жарықтар пайда болады. Сондықтан бұл крем сіздің құтқарушыңыз болады. Бізге 2 ас қасық вазелин қажет болады. Вазелин теріні жұмсартады, ылғалдың жоғалуын болдырмайды, гидролипидті қорғанысты қалыптастырады, өлі тері бөлшектерін кетіреді, жарықтардың тез жазылуына ықпал етеді. Содан кейін 2 ас қасық кокос майын қосыңыз. Кокос майы патогендік бактериялар мен саңырауқұлақтардың құтылуына көмектеседі. Майдың арқасында терінің регенерациясы және коллаген синтезі жеделдетіледі. Композицияны жақсылап араластырамыз. Бір шай қасық Сент-Джон зверобой майын қосыңыз. Сент-Джон сусласы майы тері құрылымының тұтастығын қалпына келтіреді. Дерматит пен псориоз кезінде қызаруды және құрғақтықты жояды. Соңында біраз ванилин қосыңыз. Ваниль терінің түсін тамаша жақсартады, оны тегістейді, жұмсақ және барқыт етеді. Жақсылап араластырамыз. Кремді күніне 2 рет проблемалы аймақтарға жағу керек. Крем теріні тамаша ылғалдандырады, құрғақ терінің жарықтарын жояды. Бұл кремді бетке жағуға болмайды, яғни беттен басқа бүкіл денеге жағуға болады. Шипалы кремді қолайлы контейнерге босатыңыз. Емдік крем нәрестенің нәзік терісіне де жарайды. Крем теріні күннің, желдің және құрғақ климаттың зиянды әсерінен қорғайды. Назарларыңызға рахмет достар. Басқа видеоларымды жіберіп алмау үшін каналыма лайк басып жазылуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар. Hoşça kal. Пока-пока.